Көп адам мұны түсінбейді. Сенің ең үлкен қарсыласың өзің. Бұл Брианна Уисттің «Сен өзіңнің тауың» кітабындағы ең басты ой. Міне кітаптың ең маңызды тұстары. Шындықпен бетпе-бет келу. Алғашқы қадам өзің үшін толық жауапкершілік алу және өзің туралы шындықты мойындау. Өмірің сәт көзге қандай көрінетіні маңызды емес. Бәрі тамаша, сәтті, бақытты көрінуі мүмкін. Бірақ маңыздысы сенің ішкі дүниеңде не болып жатқаны. Егер сен үнемі күйзелісте болсаң, қорқып, мазасызданып, бақытсыз сезінсең, демек бір нәрсе дұрыс емес. Ал сен шындықты мойындамай, өзіңді алдап жүрген сайын, сол тұңғиық күйде қала бересің. Ең дұрыс шешім осы жағдаймен келісуді тоқтату және мәселені нақты анықтау. Өмірді өзгерту дәл осы жерден басталады. Түгендеу. Қағаз бен қалам ал. Сені мазалайтын нәрселердің бәрін жаз. Ештеңені жасырма. Мүмкіндігінше нақты жаз. Егер ақша мәселесі болса, барлық қарыздарыңды, төленбеген шоттарды жаз. Егер өзіңе көңілің толмаса, нақты не ұнамайтынын жаз. Егер мазасыздық болса, сені не қорқытады, не уайымдатады, бәрін тізіп шық. Ең алдымен мәселені мойындау керек. Екі жол. Енді алдыңда екі жол бар. Немесе бәрін сол күйінде қалдыру, немесе өзгеруді таңдау. Жаңа жол дәл осы жерден басталады. Қазір, егер сен өзгергің келсе, бірақ қалай екенін білмесең, қорықпа. Нөлден бастау қорқынышты емес. Төменде болу, вейт емес. Қайта-қайта құлау, бұл қалыпты жағдай. Көп жағдайда біз өзгерісті ең төмен нүктеден бастаймыз. Неге? Себебі дәл сол сәтте басқа амал қалмағанда біз өзімізге бір нәрсені нығайтамыз. Мен енді бұлай өмір сүргім келмейді. Бұл жай ғана сөз емес. Бұл сенің ішкі шешімің. Нағыз өзгеру осы сәттен басталады. Сен өзіңді тану, өсу жолына түсесің. Өткен қателіктер, олар енді маңызды емес. Кім не істеді, кім не деді, ол да маңызды емес. Ең маңыздысы мына ой. Қанша қиын болса да, мен енді өзімді бұл жағдайға жеткізбеймін. Қорытынды. Брианна Уисттің айтқысы келгені де осы. Сенің алдыңда тұрған тау, бұл өмірдің қиындығы емес. Ол тау, сенің өткенің, сенің қорқыныштарың мен ескі әдеттерің. Сол таудан асу үшін оған өрмелеу керек. Ал өрмелеу үшін ауыр жүкті, яғни өзіңді алдауды тоқтатуың қажет. Есте сақта, өзгеріс әрқашан іштен басталады.